Мен номер 7 тұрамын. Гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 5-ші А сынып оқушысы Оралбай Аяжан. Мен осы жылы экосмарт қоқыс жәшігін орнаттым. Мен осы ғылыми жобаға қатысты сізге бір-екі қояр сұрағым бар еді. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен номер 7 тұран мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорының бейіндік жұмыстары жөніндегі орынбасары, есімім Аралбаев Табиғат ағай. Мен қояр сұрағым, осы қоқыс жәшікті орнату кезінде қандай қиындық болады? Енді бұл қоқыс жәшігі қазіргі таңдағы ең керемет жобалардың бірі, бірақ ол жобаны біз тек ауызша ғана жасамауымыз қажет. Оны шын мәнінде күнделікті өмірде қолданатын болсақ, және оны іс жүзінде жасайтын болсақ, бізге қазіргі таңдағы проблема электр шамдары және жарықтандыру мәселесін осыны шешуге болар еді. Және бұған үлкен қаражаттар және үлкен мемлекет тарапынан берілетін жеңілдіктер болуы шарт, және оны жасауға үлкен бір ұйыммен келісімшарттар болу керек. Егер осы нәрселерді біз жасай алатын болсақ, бұл жоба өз орнында қалмайды, тек бұл жобамен жұмыс жасауды күшейтуіміз шарт. Жауабыңызға рахмет. Рахмет саған. Болашақта ісіңе сәттілік тілеймін. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен осы мектептің 5-ші А сынып оқушысы Оралбай Аяжан. Мен осы мектептің информатика пәні мұғалімі Ермек Балдабек. Мен осы жылы экосмарт қоқыс жәшігін орнаттым. Мен осы ғылыми жоба арқылы сізге бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Әрине болады. Экосмарт қоқыс жәшігіне қандай сенсорды қолдану тиімді? Ең бірінші кезекте біз камераны қолданғанымыз дұрыс болады. Өйткені ол біз қоқыстың қандай екенін анықтап білуге болады. Одан кейін біз ультрадыбысты датчикті қолдансақ, түс датчигін қолдансақ болады. Екеуі түс датчигі әртүрлі түстерін анықтауға пайдасын тигізеді. Алдағы уақытта жұмысымыз сәттілік тілеймін. Сұрағыңызға рахмет.